Ассалаумағалейкум құрметті миллионер, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Зейқымбет. Бүгінгі біздің видеомызда мен осы Bybit крипто биржасындағы кішігірім өзгерістер жайлы айтқым келеді. Осыған дейін бізде Bybit биржасында былай айтқанда мейкер атану өте тез болған. Енді қазіргі уақытта осы жақыннан бастап, осы даже бір ай болған жоқ деймін, бірақ бұл ақпараттың шыққанына уже қазан айының соңғы уақыттарында шыққан. Қазан, ноябрь, декабрьден бастап кішкене қазір қолға осы алуда Bybit биржасы бұл схеманы. Қазір сол жайлы толық айтатын боламын достар. Видеоға лайк, подписка басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Ал достар, міне біз крипто биржа Bybit'тің парақшасында отырмыз. Арнайы бөлім осы мейкер бойынша қандай шарттар орындау керек. Мейкер алу үшін осы жақтан біз қазір толыққанда барлығын қарастыратын боламыз. Егер бұл сілтемені сіздер алғыңыз келсе, менің телеграм каналыма өтіп тіркеліп аласыздар. Осы телеграм каналымда негізі осы сілтеменің несі менде тұр, осы жақтан кіріп, осы тауып аласыздар. Мынаяқтан бүкіл ақпараттар негізі менде ерте шығады. YouTube'қа қарағанда өзіңіз білесіз, YouTube'қа видео шығару үшін оны видео жаза, монтаж жаса, уақыт керек. В общем, ол уақыт өткенше телеграм каналда менде свежий информация шығып отырады. Егер тіркелмеген болсаңыздар, телеграм арнама тіркеліп алсаңыздар болады. Барлығы тегін. Ал енді шарттарға келетін болсақ, достар, мына мен бағана қараған кезде обновление осы жақында тағы да болған. Міне 15 декабрь, бүгін 16 декабрь видео түсіріп жатқан кезім. Так, 16 декабрь қателеспесем, өзім мен даже қай күн екенін ұмытып қалдым. Так, бүгін бізде 16 декабрь. Обновление примерно 17 деп 15 күні болған. 23, 12 декабрь и 12 ай 15 декабрь күні обновление болған. Енді қараймыз достар, қандай бізде мейкерлерге обновление орын алды. Мынаяқтан барлығы енді мен қарапайым тілмен түсіндіріп айтуға тырысам, маған өзімде тоже бір қиындатып айтудың маған өзіме ұнамайды. Ал енді графикаға келетін болсақ, біз осы графиканы қазір отдельно әрқайсысын тоқталатын боламыз. Міне біріншісі бізде сторона регистрации. Все жазылыпты. Біз Қазақстан тоже кіреді, әрине. Енді орындаймыз. Требование жатыр, то есть шарты қандай. Осы шарт, то есть мейкер алу үшін арналған шарт. Онымен қоса бұл мейкер алған кезде сіздер 3 этапқа уже бөлінесіздер. Бірінші новичок, екіншісі обычный и ветеран болып бөлінесіздер. Бұрындары мейкер барлығына бірде болатын. Қазір кішкене уровень бойынша бөліп қойған. Қазір қараймыз, қандай уровеньге қандай мейкер негізі болады. Қалай болады деген секілді. Так, біріншісі, мынақты көріп отырсыздар, барлығында птичка жазылыпты. То есть бұны орындау үшін бізге осы Bybit биржасына регистрация жасаймыз. Одан кейін барып, регистрация жасағаннан кейін біз безопасность өтеміз. Бұл безопасностьке тікелей қатысты. Міне аккаунт привязан к номеру телефона. То есть телефон нөмірімізді тіркейміз, ол понятно барлығымызға. Одан кейін барып аккаунт привязан к адресу электронной почты, ол тоже түсінікті. То есть любой адам Bybit'ке регистрация жасаған кезде верификация өтеді. Одан кейін барып безопасность өтеді. Безопасность бұл телефон нөмір тіркейсіз, электронный адрес тіркейсіз, там еще қосымша Google аутентификатор тіркейсіз. Бұл безопасность. Бұның барлығы түсінікті. Одан кейін бар проверка QS, оны тоже өтеміз, ол обязательно. И міне осының астында бізде уже новшество пайда болды. Минимальный период регистрации. То есть бізге уже регистрация жасағаннан кейін мейкер болу үшін осы 30 күн өту керек. Міне 30 күн. Бұл как Binance секілді. Өздеріңіз білесіздер, Binance'та сіздер мейкер атану үшін 20 сауда жасайсыздар и 30 күн күтесіздер. Бұл да тоже самое. Сіздер регистрация жасағаннан кейін 30 күн күтетін боласыздар. Бұл новшество, бұл жаңа шарт. Бұны қарап алыңыздар. 30 күн күтеміз. Одан кейін бар минимальное количество выполненных заказов. Бұл 5, бұл понятно достар. Бұл былайда өту жұмыс, мейкер атану үшін 5 покупка жасаймыз. Түсінікті. Ешқандай ол жаққан проблема жоқ. Одан кейін бар минимальный показатель выполненных ордеров. Тоже 80%, енді ол 80% төмен түспеу керек. Енді по-любому егер сіздер қате жасамайтын болсаңыздар, там ордерді отмена жасап, тағы басқа негізде түспейді процент, сіздер 100% болып тұрады негізінде. Одан кейін бар совокупный контрагент. Тоже үшеу, мынаяқтан қарасаңыздар, барлығын мынаяқтан 3-ке дейін үшеу и үшеу. Бұл тоже понятно, біз оны былайда жасаймыз, чтобы мейкер алу үшін да біз ол түсінікті. Міне тағы бір новшество мынаякта объем торгов P2P за последние 30 дней рассчитывается на основе USDT. То есть бұл $2000, енді бір USDT $1 деп ала береміз. Енді қараймыз, мына жақта $2000 объем жасау керек біз. Обычный мынаякта бізде новичок, бұл новичок бізде $2000 объем жасау керек біз. Мынау бізде обычный уже тоже $2000. $2000 дейін, но $2000 скорее всего көбірек болу керек.
и мынау 10 000 доллар объем болу керек. Егер сіздер ветеран болғыңыз келсе, онда сіздер 10 000 доллар объем жасау керексіз. Негізі 10 000 доллар объем бұл ондай көп емес достар. Мысалы сіздерде миллион теңге болса, миллион теңгені сіздер 4 рет алдыңыз, саттыңыз, уже болды, объем дайын. Онда ешқандай проблема жоқ. 2 000 доллар бұл примерно миллион теңге, сіздер 500 000 теңгені бір рет алдыңыз, бір рет саттыңыз, и все, сіздер уже миллион теңге объем, бұл 2 000 доллар объем. То есть 2 000 доллар бір примерно бір 900 000 ба, сондай миллионға дейін. Сол себепті ол жағынан ешқандай проблема жоқ. Міне қараған болсаңыздар, все кроме Гонконг, то есть Қазақстан кіреді. Егер Гонконг болсаңыздар, онда уже Гонконгқа бөлек объем, міне Гонконгқа арналған объемдар, бұл уже 100 000 объем, 100 000 доллар объем и 100 000 доллар объем. Жоқ, 500 000 доллар объем. Міне, егер Гонконгтың азаматы болсаңыз, егер біз өзіміз Қазақстанымыз, сол себепті бізге осы шарттарды орындау керек. Одан кейін бар, бұл осы статустан біз айырылып қаламыз, егер мынаяқтан следующие действия могут лишить пользователя статус генерал adversing. Ну, в общем, осы мейкерден біз айырылып қаламыз, егер отмена привязка, то есть мобильный телефон отвязка жасаймыз, электронный, жоқ, мынаяқта мобильный телефон и электронный почта отвязка, потом барып отмена сертификация QS, то есть QS отмена болса, там одан кейін барып мынаяқта управление рисками и за последние 30 дней процент выполненных P2P ордеров ниже 80, то есть 80%-дан төмен болсақ, аны біз бастан тағы жасау керек болатынбыз. То есть 80%-дан төмен түспеу керек. Енді төменге қарайтын болсақ, мысалы біз бағанағы жоғарыдағы шарттарды орындадық, новичок, немесе обычный, немесе ветеран. Бағана біз осы мейкер бойынша орындадық, объемдарын жасадық, и бізде мысалы, ну, например, алайын, біз обычный болдық, мысалы біз новичоктан обычный шартын орындадық. Там объем 2 000 доллардан көбірек жасадық. Бұл кезде біз уже обычный боламыз. Енді қараймыз, біз обычный болсақ, мынаяқта бізде қандай привилегия ма, қалай еді, орысша кішкене оған айтамын, привилегия деген сияқты. Собственно, сондай сөздер, ол жағына қатты маған назар аудармай қойыңыздар. Так, тілім келмей жатыр. В общем, мынаяқта бізде қандай не болады? Преимущество, то есть преимущество. Все, міне. Қараймыз. Максимальная сумма USDT в одном объявлении. То есть сіздер егер новичок болсаңыздар, бір ордерге осы USDT немесе USDC-ға 1000 доллардан көп шығара алмайсыздар. Бұл қателеспесем бізде объявление. Обычный болсаңыздар 20 000 долларға дейін. Ветеран болсаңыз 50 000 долларға дейін объявление шығара аласыз. 1000 доллар өте аз, достар. 1000 доллар өте аз. Но хотя бы обычный алу керек сіздерге. Одан кейін барып максимальная сумма биткоин в одном, егер биткоинмен шығарам десеңіздер, міне 0.05 биткоин, 1 биткоин, 2 биткоин. Бұл понятно, түсінікті. Одан кейін барып количество эфириум тоже 1 эфириум, 15 эфириум, 30 эфириум, то есть осыған дейін объявление шығара аласыздар. Сосын тип объявления. Егер новичок болсаңыздар, сіздер тек қана на продажу шығара аласыздар. То есть мейкер арқылы сіздер купить шығара алмайсыздар. Бұл жақта қалай сіздер мейкер болып, долларды арзан бағамен сатып алғыңыз келсе, ала алмайсыз. То есть сіз я хочу купить таңертаң баса алмайсыз через объявление. Сол жақтан тек қана продажа жасасыз. То есть продажа 1000 доллар болды. Объявление сіздер продажаға шығара аласыздар, только 1000 долларға шығара аласыздар. Сол себепті новичок негізі болмаған дұрыс, лучше обычный болған дұрыс. Обычный болсаңыздар, міне покупкада продажа шығара аласыздар. То есть сіздер именно через объявление арқылы и купить, и продать объявление жасай аласыздар. Ал ветеран болсаңыз тоже самое, ол жағы тоже бірдей. Ең соңғысы, оны қатты қарамай қоймыз, это активный валютный пар. Енді валютный пар деген там теңге, рубль, евро, доллар деген сияқты ғой. Оларға қарамай қоямыз. 1, 2, 3 болып тұр. Міне, принципе осы, сіздер осы жоғарыдағы осы шарттарды орындасаңыздар, 30 күн күтесіздер, объем жасайсыздар, уже сіздер мынаяқта өздеріңіздің объемдарыңыз бойынша новичок, обычный, ветеран боласыздар. И ветеран болу арқылы, обычный болу немесе новичок болу арқылы сіздер осындай іс-қимыл жасай аласыздар. Ну, лучше бұл жақтан новичок емес, обычный болған жақсы, себебі сіздер и покупка, и продажа шығара аласыздар, и объявление сіздер 20 000 долларға дейін шығара аласыздар. Сол себепті сіздерге ақыл кеңесім обычный алыңыздар. 2 000 доллардан көбірек объем жасаңыздар, и болды, барлығы чики-пуки болады. Сонымен достар, қысқаша сіздерге осы Bybit крипто биржасындағы шарттарды айтып өттім. Егер әрине там түсінбеген жеріңіз болса, моменттері болса, сұрасаңыз болады. Бұл жақта ешқандай проблема жоқ. Видеоны аяғында тоже қысқаша айта салайын. Аккаунт сіздер регистрация жасайсыздар, верификация жасайсыздар, онымен қоса 5 покупка, оны толтырасыздар, одан кейін барып объем жасайсыздар, 30 күн күтесіздер, болды. Сіздер сол арқылы мейкер атанасыздар. Видеоны аяғында наставничество туралы кішігірім айта салайын. Мен осы жаңа жылға дейін максимум 2 адамды наставничество аламын, осы арбитраж бойынша. Сіздер осы арбитражды с нуля енді бастағыңыз келіп, үйренгіңіз келсе, онда маған жекеме жазсаңыздар болады. 2 адам аламын, басқа адам алмаймын достар. Қазір менде уақытпен өте қиын болып жатыр. Даже осы видео түсіруде өте маған уақытқа жеткіліксіз болып жатыр. Сол себепті наставничество 2 адам аламын, маған жекеме телеграмға жазсаңыздар болады. Там сол жақтан толыққанды ақпарат
беретін боламын. В общем, достар, егер түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийға міндетті түрде жазып отырыңыздар. Өздеріңіз білесіздер, мен әрқашан әр комментарийға жеке өзім жауап беріп отыратын боламын. Сол себепті ешқандай комментарий бос қалмайды. Енді қараңыз достар, егер сіздерде Bybit крипто биржасында аккаунт болмаса, мен төменде сілтемесін қалдырамын. Менде әр видеоның астында сілтеме бар. Мен өзім бірнеше крипто биржаның ресми серіктесі болып табыламын. Арнайы бонус, скидкалар, в общем, сіздер үшін алып бергенмін, олардан сұрап, в общем, сіздерге алып бердім. Сол себепті егер Bybit крипто биржасында аккаунттарыңыз болмаса, төменде сілтеме арқылы өтіп, тіркеліп, осы шарттарды орындап көрсеңіздер болады. Сіздермен болған мен Зия Құлмет, келесі жүздескенше сау сәлеметте болайық, барлығымызға чеки пау.